Бағзы замандардан бері бар байлығын бауырына басқан қасиетті Қаратау көмбелеріндегі жер асты байлығын ғана емес, суы бал, шөбі дәру, саф алтындай ауасын ақын жыраулар әні мен жырына қосқан. Тұран алқабында кен рудаларының белсенді игерілуі 17 ғасырда басталды. Қорғасын өндірісі осынау өңірде жергілікті тұрғындардың көмегімен өндіріліп, кен артқан керуендер маң даланы басып өтіп, Иқан, Түркістан, Ташкент, Бұқара қалаларының базарларында саудаланды. 1920 жылдары Таныш Сәтбаевтың бастамасы бойынша Ашсайда кеннің бай қоры табылып, оның базасында қорғасын өндіретін жаңа кәсіпорынның құрылуы туралы жарлық қабылданды. 1927 жылдың 24 тамызы Ашсайда Ашсай полиметалл комбинатының негізі қаланды. Сол жылдары Ашсай өндірісі сенімді дамып, тау-кен жұмыстарының ауқымы үлкейе бастады. 1928 жылы жаңа Қаракен шахтасы салынып, 1930 жылы Қаракенсай шахтасы мен Ашсай кенішін байланыстыратын жер асты жолдары салынды. Комбинаттың Ұлы Отан соғысы жылдарында қорғаныс өнеркәсібіне қажетті қорғасынды беріп отырған кезеңінің маңызы өте зор. Қан майданға жөнелтілген оқтың 9-ы Қазақстанда жасалса, соның 7-і Шымкент қорғасын зауытынан шығарылды. Сол кездегі 528 жұмысшының 428-ін әйелдер құрады. Ұлы Отан соғысынан кейінгі жылдары Ашсай кен қорының азаюына байланысты кен өндірісінің тоқтап қалу қаупі төнді. Сол кезде комбинат геологтар мен ғалымдар Ашсай Торлан кен орнының терең қапталдарында әлі де болса бай кен орнының бар екеніне сеніп, ізденіс, барлау жұмыстарын кеңейту туралы ой пікірлерін табандылықпен қорғады. Ашсайдың болашағына сенгендердің ішінде академик Қан Шимантайұлы Сәтбаев та болды. Күрес оңай болған жоқ. Солардың қажырлы еңбегінің арқасында қорғасын рудасын өндіру ісі 1967 жылға дейін жалғасты. Кентау қаласы, Мырғалымсай, Хантағы, Байылдыр жұмысшы поселкелерінің негізінде осыдан 60 жыл бұрын Қазақ СССР жоғары кеңесі президиумының төрағасы Жұмабай Тәшеновтің 1 тамыз 1955 жылғы қолы қойылған жарлықпен құрылды. Жоқ, бақыттылықтан мен 7 қабат аспан әлемінде емес, 7 қабат жер астына кіріппін. Мырғалымсайдың қатты тау жұмыстарының қойнында тұтасқан мол қорғасын рудасы жатыр екен. Мен бұл қазынаның неше мың жыл бойы жер астында жатқанын дәл айта алмаймын. Бірақ ол өнді жер қойнауында жата алмайды. Совершенствуется конструкция машин. И они уже во всем превосходят тот самый первый кентаврский экскаватор, рождение которого еще недавно приветствовал весь наш город. На казахстанскую Магнитку, к берегам Ангары идут наши машины, а на заводе уже думают об экскаваторах будущего. Заңғар жазушымыз Мұхтар Әуезов кенді қалаға 2 рет келді. 1959 жылы қыркүйектің 25 жұлдызындағы сапарында жас қаланың жасампаздығына, көркі мен табиғатына, халқының мәдениетіне қайран қалған ұлы жазушы соншалықты сүйсінткен Кентауды Қаратаудың тәжі дер едік деген еді. Екінші сапары 1960 жылға тура келді. Жазушы тағы келем, мұндай жас қала, жастардың махаббатымен алғашқы сезімі, жігерлі еңбегі туралы роман жазам деп уәде берген еді. Өкінішке орай үлгермеді. 1965 жылы кентаулық жаңашыл кеншілер шапшаң бұрғылаудан әлемді таңдандырған дүние жүзілік рекорд берді. Бұл еңбек жеңісінде кеншілермен бірге барлық саладағы жұмысшылар қоян қолтық жұмыс деп, жас қаланың даңқын әлемге паш етті. Олар комбинат жетістіктеріне қосқан ортақ қазына Кентаудың тарихын жасасқандар десек жарасады.
Нәтижеде қолданылған озат тәжірибелер үшін комбинаттың 12 маманы Лениндік сыйлықтың лауреаты атанды. Жалпы қазақ тарихында Лениндік сыйлықтың лауреаты атанған 2 қазақ болса, соның бірі ұлы жазушы Мұхтар Әуезовтен кейінгі осы Абсан ағамыз. Ащысай түсті металл комбинатының ерен еңбегі, табысты жұмыстары Октябрь революциясы орденінің иегері етті. Сол жылы ерен еңбектер үшін көптеген еңбек майталмандары мемлекеттік наградалармен марапатталды. Сегодня в Кентау праздник. Бригада проходчиков Владимира Колемистова за 31 рабочий день прошла 518 погонных метров наклонных выработок. Это 2,5 нормы. Впервые в горнорудной промышленности страны достигнута такая выработка. Установлен новый рекорд. Мы говорим «новый», потому что в биографии Чесайского полиметаллического комбината он не первый. На нашем рабочем счету всесоюзный рекорд скоростной проходки и рекорд мира. Главное происходило под землей. Здесь решался успех рекорда. В шахту на рабочую смену спускались директор Маулин Кулов, главный инженер Коган. На раскомандировке вместе с мастерами скоростной проходки обсуждались конкретные графики работ, сменные задания, планы использования техники. Тек Кентауды ғана емес, 90-шы жылдарғы тоқырау кезеңі бүкіл елді шарпыды. Өндірістер тоқтап, қаланың әлеуметтік экономикалық жағдайы күрт төмендеді. Бірақ өзіндік өршіл, тұрғындары өзгеше Кентаудың сағы сымбат. Тарих қойнауына сусыған құмдай сіңіп үлгерген одақ тұсында бұл қала 6 социалистік еңбек ерін, 12 Лениндік сыйлықтың лауреатын, 5 КСРО, 8 Қазақ КСР мемлекеттік сыйлықтарының лауреатын, КСРОның 95 құрметті кенші металлургын, Қазақ КСРның 46 еңбек сіңірген кеншілер мен байытушыларын, 100 өнертапқыштарды, 439 орденді және 4829 медальді кадрларды тәрбиелеп шығарған еңбекшілер қаласы. Егеменді ел болып, етек жеңімізді жинар тұста табандылық танытты. Кентауға 2005 жылдың күзінде келген елбасы қала әкімдігінде ел ағаларымен кездесіп, Қазақстанның экономикалық даму бағыты жайлы өз бағдарламасымен бөлісті. Трансформатор зауытындағы жұмысшылармен кездесіп, келешегіне сенімін білдіріп, жұмысын оң бағалады. Менің де жалындаған жастығым өндірісті қала Теміртауда өтті. Сіздер, кентаулықтар, бастарыңыздан кешкен ауыр кезең маған да жақсы таныс. Жүрекке ауыр қабылдайтын сол уақыттар өтті. Өндіріс туралап, тіршілік ету қиындаған кезеңнің өзінде сіздер туған қалаларыңызды тастап кеткен жоқсыздар. Алдағы күндерден жақсылық күтіп, сабырға жүгінгендеріңізге рахмет айтам, деді елбасы орталық алаңға жиналған кентаулықтарға. Іргетасы 1959 жылы қаланып, тұңғыш өнімін 1960 жылдың 10 шілдесінде шығарған трансформатор зауытындағы жұмысшылармен кездесуінде заманауи технологиялармен жарақтандырылған кәсіпорынның келешегіне зор сенім білдірген еді. Ол сенім ақталды. Қаладағы зауыт республикамыздың электр машиналарын жасау саласының көшбасшы кәсіпорны ғана емес, өндірілген тауарлары бүгінде алыс жақын шетелдерге экспортталуда. Кентау қаласының білім беру саласы үнемі алдыңғы қатарда келеді. Биылғы ОБТ қорытындысы бойынша республикада бірінші орын алып, шашасына шаң жуытпай келеді. Жалпы 49 білім мекемесі болса, оның ішінде 23-і жалпы білім беретін мектеп, 21 мектепке дейінгі мекеме, 5 мектептен тыс мекеме жұмыс істейді. Өткен жылы ғана 2 мектеп, 2 балабақша, биыл 300 орындық тағы бір жаңа мектеп пайдалануға беріліп, қызығын көріп жатыр. Қалада жалпы орта және шағын кәсіпкерлікті дамытуға барлық жағдай жасалған. Арнайы кәсіпкерлер палатасы индустриалды аймақ ашылған. Көктемде Бельгия, Ресей, Түркия, Германия елдерінен, Алматы, Астана, Шымкент қалалары мен еліміздің өзге де аймақтарынан келген кәсіпкерлерді қолдау мекемелерінің басшылары мен өкілдері қатысқан инвестициялық форум өткізілді. Нәтижеде 210 миллион долларды құрайтын меморандумға қол қойылды. Кезінде ертегі қала, жастар қаласы,
кеткен тау бүгінде Тау-кен энциклопедиясымен әлемдік анықтамалыққа енген нағыз Қаратаудың тәжі. Мұнда нардың, ардың жүгін арқалаған, кен шығарып тау кезген, мал өсіріп егін салған аға ұрпақтан тәлім алған бүгінгі көп ұлтты кентаулықтар ортақ шаңырақта ұрпақ сабақтастығын жалғастырып келеді. 60 жыл кемел шақ. Күн санап көрпейіп, келбетіне сән қосып келе жатқан қаланың керегесі бұдан да кеңейері сөзсіз.